Сәлеметсіздер ме? Саяси картадағы сандық және сапалық өзгерістер тақырыбын бастайық. Жалпы саяси картадағы өзгерістерді білу үшін жалпы қалыптасу кезеңдеріне тоқталайық. Яғни бірінші саяси картаның қалыптасу кезеңдері. Саяси картаның қалыптасу кезеңдері 4 кезеңнен өткен екен. Бірінші кезең бұл ежелгі кезең. Ежелгі кезеңде балалар ерте кезден 5-ші ғасырға дейін. Міне. Бұл кезде саяси картада қандай қалыптасу кезеңдері болған екен. Яғни ежелгі мемлекеттердің, яғни Египет, Грекия, Рим сияқты мемлекеттердің қалыптасуы болған, дамуы болған және күйреуі болған. Сондай-ақ монархия, империя немесе қала мемлекеттер пайда болған екен ежелгі кезеңде. Екінші кезең ол орта ғасырлық кезең. Яғни орта ғасырлық кезең ол 5-ші және 15-ші ғасырлар аралығында екен. Бұл кезде қандай қалыптасу кезеңдері болыпты? Яғни қатал монархиялардың дамуы, биліктің шоғырлануы мен орталықтандырылуы жүзеге асқан, европалық мемлекеттердің басқаруында шіркеудің рөлі басым рөл атқарған, және мемлекеттің шалғай аумақтарында басып алуға ұмтылу, сондай-ақ ішкі нарықтық қалыптасқан екен. Бұл орта ғасырлық. Үшінші қалыптасу кезеңі бұл жаңа кезең. Жаңа кезең. Бұл 17-ші ғасыр және балалар бірінші дүниежүзілік соғыс аралығында екен. Соғысқа дейін, 17-ші ғасыр, 15-ші ғасыр мен 17-ші ғасырда ұлы географиялық ашулар болған білеміз. Сондықтан саяси картаның қалыптасуында ұлы географиялық ашулар кезіндегі отарлау және әлемді бөлісу болған екен. Және батыста қаржылық құндылықтарды көздеген империя қалыптасыпты. Өнеркәсіптердің пайда болуы жаңа кезеңге сай келеді және халықаралық экономикалық қатынастардың дамуы осы 3-ші кезеңде жүзеге асыпты. 4-ші кезең балалар, ол ең жаңа кезең. Яғни саяси картаның қалыптасуындағы ең жаңа кезең. Бұл кезеңді біз бірінші дүниежүзілік соғыс кезінен қазіргі уақытқа дейінгі кезең дейміз. Яғни бұл кезде қандай өзгерістер болған екен? Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін орталық жүйенің күйреуі және ірі көп ұлтты мемлекеттің ыдырауы, тәуелсіз мемлекеттердің санының артуы, ірі интеграциялық одақтардың қалыптасуы болды. Ең жаңа кезеңде және саяси шиеленіс ошақтары қалыптасып, әлемді ықпал аумақтармен бөлісу, яғни әлемді бөлісу. Бұл ең жаңа кезеңге келеді екен. Яғни біздің білетін саяси картамыз осындай ірі 4 кезеңнен өткен екен. Ал енді сол саяси картамызда осы уақыттарда сандық және сапалық өзгерістер болған екен. Яғни саяси картадағы өзгерістер, оларды біз 2 топқа жіктейміз екен. Біздің тақырыбымызда солай, өзгерістер. Олар 2 үлкен топқа жіктеледі. Бірінші өзгеріс ол сандық өзгеріс. Екінші өзгерістің түрі сапалық өзгеріс. Ал жалпы саяси картадағы өзгерістерге қандай факторлар әсер етуі мүмкін? Әртүрлі деңгейдегі соғыстар, елдің тәуелсіздігінен айырылуы, шекара мен аумағының өзгеруі, жаңа тәуелсіз мемлекеттердің пайда болуы, елдің аты немесе астанасының атауының өзгеруі,
мемлекеттің ыдырауы мен бірігуі, яғни бөлінуі немесе бірігуі, елдердің мемлекеттік құрылым мен басқару жүйесінің өзгеруі, яғни басқару формасында өзгерістер болып жатса. Елдер арасында халықаралық келіссөздер және ел астанасының басқа қалаға көшірілуі бұл саяси картадағы өзгерістердің негізгі факторлары болып табылады екен. Ал енді сандық және сапалық өзгерістер дегеніміз не? Сандық өзгеріс дегеніміз, балалар, ел аумағына жаңа жер қосылса, ол сандық өзгеріс. Елдің соғыстан кейін жерді қосып алса, ол сандық өзгеріс. Елдер бір-бірімен келіссөз жүру арқылы жерлерді айырбастаса, ол сандық өзгеріс. Немесе елдер біріксе, немесе жаңағы керісінше бөлініп жатса, оның барлығы саяси картадағы сандық өзгеріске жатады екен. Мысалы, қазір жаңа кезеңдермен айтамыз, мысалы бізде жаңағы Германия мемлекеттерінің бірігуі, бұл сандық өзгеріс. Немесе Югославия мемлекетінің бірнешеге ыдырап кетуі, оның бәрі сандық өзгеріс. Чехословакия мемлекетінің Чехия және Словакия болып бөлініп кетуі, бұның барлығы сандық өзгеріске жатады екен. Ал саяси картадағы сапалық өзгеріс дегеніміз не? Яғни, елдің егемендік алуы, ол сапалық өзгеріс. Елдің басқару формасы өзгерсе, сапалық өзгеріс. Елдің астанасы өзгерсе, ол сапалық өзгеріс, немесе астананың атауы өзгерсе, ол сапалық өзгеріс. Ондай жаңағы елдің астанасының өзгеруі, ол біздің елімізде де болған саяси картадағы өзгеріске жатады екен. Жалпы саяси картадағы өзгерістер көбінесе жаңа және ең жаңа кезеңде өте көп болған екен. Ал ол қандай өзгерістер? Бірінші, сандық өзгерістерге тоқталатын болсақ, жаңа кезеңде европалық метрополиялар, балалар, метрополия дегеніміз аса ірі отар иеленушілерді айтады. Яғни европалық метрополиялар қайсы мемлекеттер? Олар Италия, Португалия, Ұлыбритания, Франция, Германия, осы мемлекеттер Африка жерінің 90%, Азияның 56%, Америка құрама штаттарының 27% отарлап алген. Ал бұл сандық жаңа кезеңдегі өзгеріс болып табылады. Ал ең жаңа кезеңде қандай өзгерістер болған екен? Осман империясының ыдырауы мысалы, немесе Европа мемлекеттерінің шекараларының өзгеруі жаңағы. Ең жаңа кезеңдегі, жаңа біз оған мысалдар келтірдік, мысалы жаңа Чехословакия мемлекетінің деген сияқты. КСР-ның құрамына Балтық елдерінің қосылуы, немесе екінші дүниежүзілік соғыста Германия мемлекетінің жеңіліп, оның жерінің біраз бөлігі КСР мен Польшаға берілуі. Бұның барлығы жаңа кезеңдегі сандық өзгерістер айтуға болады. Ал сапалық өзгерістер, жаңа кезеңде қандай сапалық өзгерістер болыпты? Ол 1776 жылы Америка құрама штаттарының тәуелсіздік алуы, және 19 ғасырдың басында әсіресе Оңтүстік Америка құрлығындағы Парагвай, Аргентина, Эквадор, Колумбия, Аргентина сияқты мемлекеттердің тәуелсіздік алуы, және сол елдердің астаналарының белгіленуі. Ал бұл сапалық өзгеріс. Ал ең жаңа кезеңде, балалар, өте көп өзгерістер болды саяси картада. Оларды айта берсек өте көп. Жаңа мен бірнеше мысалын келтірдім. Бірігуі, мемлекеттердің немесе ыдырауы, сондай-ақ жаңа көптеген мемлекеттердің тәуелсіздік алуы. Мысалы 1960 жылды біз Африка жылы деп айтамыз. Себебі сол жылы Африка құрлығындағы 17 мемлекет тәуелсіздік алған. Сондай-ақ қандай мысалдар келтірсек болады? Палау мемлекетінің тәуелсіздік алуы, немесе жаңағы шетелдік Европадағы көптеген мемлекеттердің өзінің саяси құрылымының өзгеруін біз сапалық өзгеріске жатқыза аламыз. Ал енді астананың өзгеруі бұл сапалық өзгеріс дедік. Соның ішінде, балалар, астанасын өзгерткен бірнеше мемлекеттерді мысалға айтуға болады. Әсіресе ол Қазақстан Республикасы, бізде бұрын Орынбор, ол Қызылордаға ауысты, одан Алматы қаласы, Ақмола қаласы, одан
Астана қаласы деген астаналық өзгерістер болды. Ресей қаласы, Бразилия, Нигерия, Австралия, Түркия, Польша, Жапония сияқты мемлекеттерде астаналардың өзгерісі болыпты. Мысалы, Жапония мемлекетінде ең алғашқы астана Киото болыпты, одан кейін Эдо қаласы болыпты, содан кейін 1868 жылдан бастап Жапонияның астанасы Токио қаласы болған екен. Яғни, бұл астанасы өзгерген бірнеше мемлекеттерді айтуға болады. Жалпы саяси картадағы өзгерістер ол әрқайсы өз кезеңімен өзгеріп отырады, және ол жаңағы мемлекеттің немесе сол елдің дамуына өзінің үлесін қосады деп ойлаймыз. Яғни саяси картадағы қалыптасудың 4 кезеңінде осындай сандық және сапалық өзгерістер болған екен. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, келесі кездескенше сау болыңыздар.